сетевойды тастағым келді. Бизнестің басында ондай ойлар келе береді. Әсіресе негативтік ситуациялар болғанда. Бірақ ондай жағдайлар барлық салаларда бола береді ғой. Женіне салсаң, қайда барсаң да береке таппайсың. Сондықтан самоанализ жасап, ситуацияға өзім жауапкершілік алып, бұрын қабылдамаған жаңа шешімдерге көшемін. Өзімнің өкпе ренішімді басып, сырт көзбен қарап, бұның жақсы жағы не деп іздеймін. Өзім прокурор, адвокат болып, сот шешімімді шығарамын. Сондай өзіммен күрделі жұмыс маған трансформациядан өтуге көмектеседі. Бизнес, өмір, қарым-қатынастар жаңа деңгейде дами бастайды. Армандарым, мақсаттарым орындала бастайды. Табыс өседі. Жаңа партнерлар, лидерлар, жаңа региондар пайда болады. Менің бизнесім менің ой санаммен шектеледі екен. Сондықтан, егер сізде де осындай ойлар жиі кездесе берсе, бірінші самоанализ жасаңыз. Ситуацияны шешу үшін не жетіспейтінін анықтаңыз. Екіншісі, оған 3 шешім жазыңыз. Үшіншісі, уақыт белгілеп іске кірісіңіз. Нәтижеге кем дегенде 1 ай уақыт беріңіз. Өзгерістер сізді көп тостырмайды. Адам өмірінен басқа шешілмейтін жағдай жоқ. Қалғаны бәрі сенің қолыңда.